Бүгінгі тақырып 4 айлық баланың дамуы мен физиологиясы жайлы айтатын боламын. Жалпы 4 айлық бала не істейді? Бала 4 айында қандай қимылдар жасайды? Жалпы не істейді? Сол жайлы кішігірім айтып өтейін. Жалпы 4 айында бала уже аунайды. Аунау керек. Бала қалыпты жағдайда 4 айында уже аунау керек. Достар, айтпақшы, не алыңызшы? Лайк бассаңызшы. Лайк. Осы видеоға лайк бассаңызшы. И подписаться етіп тіркеліңіз, тіркелмеген болсаңыз. Что там, лайк бастыңыз ба? Тіркелдіңіз ба? Жалғастырамын. 4 айлық бала уже 4 айында балаға андай не бере берсе болады уже. Арнайы фруктылар бар. Андай банкідегіше. Фотосын көрсетіп қоямын. Андай агуша деген сияқты 4 айдан бастап беретіндер бар. Жайлап бере берсе болады. Көп мөлшерде емес, жай бере берсе болады уже. Даже 4 айдан өте уже. Және де жаңа айтқанымдай 4 айда уже бала аунауы керек. Түсінікті ғой, 4 айда бала уже аунауы керек. Бала ішпен жату уже үйренген болады. 4 айында бала уже ішпен смело жатады, спокойно. Уже ойнап. Уже 1-2 айнан бастап жатқызып үйретсеңіз, уже 4 айында смело жатады бала. Сондықтан 2-3 ай болма балаңыз уже үйрету керек баланы 4 айға дейін. Уже 4 айында бала ішпен жатты деген сөз, уже 5 айында жайлап жорғалап бастайды. Түсіндіңіз ғой, 5 айында жайлап жорғалап бастайды. 1 жасқа дейінгі бала күн санап өседі. 1 жасқа дейінгі бала. Барлық дене мүшесі сонымен қатар ақыл ойы, іс қимылы да күн санап жетіле береді. Негізі балаңызға күнделік арнасаңыз артықтық етпейді балаңызға. Сонымен 4 айлық бала бойы орта есеппен 59-68 см аралығында болады. Яғни 2-3 см өседі уже. Салмағы 5-8-5 кг арасында болады. 600 граммнан 700 граммға дейін қосады бала уже. Басы дөңгелек 39-45 см аралығында болады. Жалпы 4 айлық баланың аузынан сілекей көп бөліне бастайды уже. 4 айлық баланың аузынан сілекей көбірек бөліне бастайды. Неге десеңіз, уже бала қолын уже аузына сала бастайды жайлап. Кейбір ата-аналар баламның аузынан көп су ағады. Көп су ағатын болып жүр. Ол неліктен деп сұрап жатады. Себебі жаңа айтқанымдай 4 айлығында кез келген затты аузына салады уже. Көрдіңіз ғой, кез келген затты аузына салады, қолын салады. Ал сөлдің антисептик қасиеті бар. Баланың ойыншықтарын арнайы өңдеуден өткізіп отыру керек. Микробтың өте көп мөлшерден кетіп қалуына жол бермеу керек. Содан да стоматит, жаңа ауызға бір түрлі жаралар шығып кетеді, стоматит болып кетеді. Сондай микробтан да түсіндіңіз ғой да, сонда ойыншық беретін кезде жақсылап жуып, тазалап бергеніңіз дұрыс ойнауға. Бұлшық еттерінің жетілуі де арта түседі уже. Уже 4 айында бала басын бітеп ішпен жатқызған кезде ұзақ көтеретін болады. 3 айында жайлап көтеріп бастайды деді ғой, 3 айында ше. Ал 4 айында уже ұзақ көтеретін болады. Және де алақанын тіреп кеудесін барынша көтереді. Уже қара 4 айында алақанын тіреп кеудесін барынша көтереді, бірген. Басын көтеріп жан-жағына қарайды уже. Шалқасына жатқан бала қол аяғын және басын көтеріп отырғысы келеді. Уже отырғысы келеді. 4 айда бар. Жалпы балада не болады? 4 айында көбінесе гипертонус болады, гиперактивный болады кейбір балдарда, гиперактивный болады. Сонда тез қимылдайтын болады уже. Ойбай, мен балам пысық екен деп ойлайды ғой кейбіреулер ше. 4 айында. Мен балам уже жүруге талпынып жүр, уже отырғысы келеді дейді ғой. Ол ондай емес, гиперактивный. Гипертонусы, бұлшық еттің тонусы тиреуші жоғары. Қатты болады да, сондықтан гиперактивный болады бала. Уже 4 айлық бала аунайтын болады уже, аунай алады, смело, былай. Екпетінен жатқан баланың алдына бір зат қойса, соған ұмтылады уже, аяқтарын артқа қарай алып уже ұмтылады да. Баланың туылған кездегі гипертонустары толық жойылады. 4 айында уже жойылады қалыпты жағдайда гипертонус. Ал кейбіреулерде қалып кетеді сол. Баланың уже қолындағы гипертонустары қалыпты жағдайда 4 айында кете бастайды. Ал кейбіреулерде гипертонус қалып кетеді. Есіңізде болсын, кейбіреулерде кетпейді сол гипертонус. Ондай жағдайда невропатолог маманына, педиатр немесе невропатолог маманына қаратып, арнайы дәрілерін жазып береді, и массаж алу керек. Бала қолына алған затты 30 секунд бойы ұстап тұра алады уже 4 айында. Баланы бұрынғыдай сұрағанша емізе беру керек. Емізу тоқтатпайсыз қошым. Және де есте сақтайтын жағдай түнгі ұйқысы мен күндізгі ұйқысын ауыстырып алмау керек. Яғни баланы түнгі 11-ден таңғы 6-ға дейін емізген дұрыс.
Үлкен дәреті 2 ретпен 5 ретке дейін шығады күніне. 4 айлық нәрестелерде 2 және 4 күнде 1 рет отыруы да кездеседі. Түсініңіз ғой, отыруы да кездеседі. Яғни гипертонусы кетпеген балдарда болады ондай. Естеріңізде болсын, балада гипертонус кетпесе, негізі 4 айында отырмайды бала. Ойлап қалмаңыздар, ойбай 4 айында отырады екен. Қалыпты жағдайда 6 айда отырады бала. Егер нәжіс жұмсақ болса, іші ауырып, мазасызданбаса, уайымдаудың қажеті жоқ. Дені сау ана сүтіне тойып отырған бала күніне 6-10 рет нәжіс шығарады. Есіңізде болсын. 4 айлық балада. Баланың дамуы, яғни көруі, 4 айда көзіне түскен заттарға ұзақ қарайтын болады уже. Ол қозғалмай тұрса да уже ұзақ қарайтын болады да. 70-80 сантиметр қашықтағы заттарды ажырататын болады. Ата-анасын басқаларынан ажыратады, смело уже ажыратады ата-анасын да. Егер ата-анасы көзіне көзілдірік киіп келсе, ажырата алмай қалады. Көзілдірік киіп келсе, білген. Көзілдірік кисе, уже мамасын танымай қалады. 4 айлық бала танымай қалуы мүмкін. Қап-қара үлкен көзілдірік киіп алады, уже танымай қалуы мүмкін. Ал шеше сразу таниды. Уже басқа қимылдамай тұрған заттарға ұзақ қарай береді. Жалпы 4 айлық баланың физиологиясы мен дамуы жайлы түсініңіздер деп ойлаймын. Келесі тақырып 5 айлық баланы көрсетемін деп, 5 айлық баланың дамуы мен физиологиясы жайлы айтамын. Достар, ол үшін арнайы каналға тіркеліп қойыңыз. Видеолар жіберіп алмас үшін лайк баспаған болсаңыз, лайк басып кетіңізші, ұмытпай, пожалуйста. Сосын комментарияға сұрақтарыңыз болса қойыңыздаршы. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, мен сіздерге қалай дұрыс жеткізе алып жатырмын ба, или қателіктер кетіп жатыр ма менен, тағы қандай тақырыптарда видео түсірейін. Осы мысалы жаңа физиологиясы мен дамуы жайлы жаңа 1 айлықтан бастап түсіріп келе жатырмын ғой, соны 1 жасқа дейін жалғастырып түсіре берейін ба, или осымен тоқтатып тастайын ба, басқа тақырыпқа өтейін ба, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Солай достар.